Қытай ажал. Үшінші лекция. Қытай микроб, жазылмайтын микроб. Микробты микроб жеп қана құтылады. Қытайдың жегенде микроб. Ал сол микроб адамзатқа үлкен қауіп. Ол жазылмайтын Қытай дегенің вирус. Өз ежелден жоқшылықпен көзін ашқан халық бұл. Ауыз асқа, иіні киімге жармаған. Бір шараға түнде кір жуып, күндіз нан илеген халық. Аяғына шөптен аяқ киім тартып, шөптен кәдімгідей аяқ киім, шөптен тоқып аяқ киім киген халық. Ештеңеге жармаған. Сол жармаған қазанда қақтырмаған халық ел әл жармай келатыр. Ол аздай өзімен ғана кетпей, таудың басындағы құласа, етегіндегін ала кетеді дегендей адамзатты жарытпауға айналды. Адамзатты тұрмыстық рухани жақтан жарытпау былай тұрсын, адамзатқа ажал алып келатыр. Ажал. Қытайда қазір ажал апаны Жанартаудай лапылдап тұр. Жанына барсаң, шырпы тиместен жанып кетесің. Оны Қытай коммунистік партиясы қанша тұншықтырып, қанша тұмшалағанмен, шындықтың аты шындық. Ондағы көз ойынған ғылым адамдары, патриоттар, шетелдегі Қытай патриоттары барлық Қытайдың шын сырын әшкерлеп жатыр. Жалпы құдайсыз халықтың, өзі коммунистер деген құдайсыз шайтани партия ғой. Сол шайтани партияның шаңы дүниені бұлғап болған. Ол кішкене басыла бергенде жер бетіндегі ең компартияның қара шаңырағында қалған осы қақпас шайтани партия адамзатқа ажал алып келатыр. Ажал. Қазір дүниедегі 20-дан астам мемлекет қатты етек жеңін қымтап, Қытайды көрсе, жаналғыс шәбірейді көргендей жандарын қойырға жер таба алмай отыр. Ал іргесіндегі Есенгінің 15 мемлекеті, кешегі тәуелсіз мемлекет достастығындағы, кешегі тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы Қазақстан бастаған мемлекеттер жайбырақат, бейғам, өлі ұйқыда. Қытай өзі осы 30 жылдың ішінде әлемді өлі ұйқыға айналдырды. Әлем Қытайдың шын залымдығын, әккілігін, аяр, екіжүзділігін, мұнафиқтығын білмеді. Оның шын сырын, оның асқазанда не қайнап жатыр, оның жүрегінде қандай өлектенген шайтани дүниелер бар, әлем одан хабардар болмады. Әлемді ұйықтатты. Әлемдегі барлық техникаларды, ғылымдарды ол ұрлық жолыменен, көшірме жолыменен өзіне азық қылды. Сол арқылы жабайы саудасымен әлемді жаулап, әлемге өзінің ақшасын, экономикасымен әлемді тұншықтырмақ болды. Түрлі тыңшылық, шпиондық, жансыздық жолыменен әлемді жауламақ болды. Атажұрт бастатқан, соның басшысы Серікжан Біләшұлы бастатқан, адамзатқа аты шулы болған Серікжан Біләш, халықаралық адам құқығын қорғаушы Серікжан Біләш, халықаралық саяси тұтқын Серікжан Біләшұлының ұйытқы болуыменен, ізденісіменен адамзат баласы Қытайдың шын сырына қанықты. Содан өздерінің етек жеңін жинап, Қытайға қарсы шабуылға өтті.
Бірақ керуен кетіп қалған. Қытай керуені баяғыда әлемді кезіп кеткен. Мың асқанға бір тосқан дейді. Қытай қанша жерден тыңшылық жасап, әлемдегі үлкен техникаларды әкеп, үлкен техникалық жолдармен қазір осы заманға. Ежелгі Шығыс Түркістан аймағындағы 13 ұлтты жойып жібермек болып, қанды қасап жасаса да, ұзаққа барған жоқ. Ол әлемнің көзін тұмшаламақ болды. Әлемге өзінің арамза ойымен сендіріп, әлемді жалғасты жансыздандырып, наркоздап, әлем халқын, әлем билігін, әлем қауымдастығын бейғамдастырмақ болды. Бірақ оған бармады. Қытайға үлкен вирус пайда болды. Оны Қытай өзі жасап отыр. Ол адамзатты құрту үшін жасады. Бірақ жер бетіндегі адамзат осы келатқан ажалдан сақтанса, Қытай өз апанында өзі тыпырлап жаны үзеді, құрып жоғалады. Немесе адамзат осыны құртудың жолына кірісу керек. Шайтани партия, коммунистік Қытай партиясы адамзатты жоймақ болды. Әлемге қожа болмақ болды. Алла тағаланың өзіне соғыс ашпақ болды. Тарихта Намұрт деген патша болған. Құдайың кәне, мен Құдаймен соғысамын дегенде, мұрнына Алла тағаланың бұйрығымен бір шыбын жіберген, шыбын. Сол жатса тұрса ызыңдайды. Сол қалың ызыңдағанмен оның басына үлкен құрттар пайда болып, сол бір шыбынның ызыңымен мұрнынан кірген. Намұрт патша ешкіммен соғыса алмай, күндіз күлкі жоқ, түнді ұйқы жоқ, жаны үзген. Перғауынның жағдайын халық жақсы біледі. Мусаның қауымына Мусаға көрсетпеген дүниесі жоқ. Бірақ аяқ жағында суда, теңізде сәжде қылам дегенде өлді. Оның сүйегі тұр міне әлемде қазір. Лондонда ма, қай мемлекетте? Музейде сақтаулы. Лұқ қауымына қарсы шыққан кәпірлер қауымы. Оны да кемесін тесіп, оның қауымынан да адам қалдырмай құртып жіберді. Жер бетінде Лұт қауымы деген қауым болды. Оны да бірақ құрды. Кімде-кім жаратушы Алла тағалаға қарсы шықса, онымен соғыспақ болса, оның қасиетті кітабы Құранға, өзінің құлшылығын жасап, тіршілігін жасап жүрген момын мұсылман қауымға, басқа да момын адамзат баласына да, түрлі нанымдағы, оған ажал әкелгімек болған ұйым, қауым, жаңағы шайтани партия, коммунистік партия ажал құшады. Бұл ықылым заманнан бері, адамзат болғаннан бері келе жатқан аксиома, дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Қытай компартиясы осын жасамақ болды. Әлемге қожайын болмақ болды. Інжіл, Зәурат, Забыр, Құран 4 кітапты біріктіріп, бір кітап жазамыз өзіміздің идеямызбен деді. Бұл Алла тағаланың жазған кітабын адам қайт жазады. Ол тағы дінсіз қауым, өздерін құдай жасап отырған, үйінің ішінен құдай жасап алған қауым. Мәжүсилер. Ол кітап түскен, 4 кітап түскен қауымнан емес. Сондықтан Алла тағала Қытайға ажал жіберді. Оны ажал апанның ішіне кіргізді. Өз қолымен жасатты шебері Алла тағала. Енді әлем қауымдастығы, соның ішіндегі қауымдықтың жолында өте жақын тұрған, қозгөш жерде тұрған Қазақстан сияқты тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы жалпы мемлекеттер, кешегі кеңестер одағының аясындағы мемлекеттер бұдан қатты сақтану керек. Өте-мөте Қазақстан сияқты халық өте аз, бұрыс халық. Дүниеге қарадай шашылған, құлағынан созғанда 15 миллионға әрең жететін халық осыдан жақсы сақтана білу керек. Қазіргі Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай танушы. Қытайдың шын сырын барлығын білетін болу керек. Бірақ ол қолына кім біледі? Қытайдың өзін жасырған,
өзін дүниеге керемет қожа қылып көрсеткен залым, шындықты 180 кіріс бұрмалаған кітаптарын оққан шығар. Қытайдың шын сыры ашылған, шынайы залымдық ашылған кітаптарды оқыса, тарихта Қытайдың көшпенділерді қалай жаулады, құнсақтарды қалай одарды аздырды. Міне бүгінгі біздің қазақ халқына дейін, қазір қазақтарға дейін қандай сұмдық жолдармен өзінің арам ойын іске асырды. Осы сұмдық жолдың сорабын Қасым Жомарт Тоқаев толық білмеуі мүмкін. Егер білген жағдайда бұған халқына етек жеңін жинап, Қытайға қазір мынау үлкен соғыс, үлкен жиқат, қазір жер бетіндегі мынау үшінші дүние соғысының алғашқы дабылы болуы да мүмкін, ғажап емес. Сондықтан Қытайды Алла тағала шебер өзі апатқа ұшырауы мүмкін. Ана Үшқұсаң деген бар, ол кетсе Шанхай қаласы Қытайдың бәленбай халқы жоқ болып кетеді, бірнеше қаласы жоқ болып кетеді. Айтуларға қарағанда Қытай бұл вирусты Гонконг, Ухан, тағы бір 4 қала, осы қатарлы 4 қала бір мемлекет болып кетуге ұйымдасқан дейді, астырдан. Содан барып бұл бөлініп кетеді, біз тәуелсіздік алып кетеді, біз коммунистік партияның шаңырағы шайқалып кетеді, шаңырағы күйреп ортасына түседі. Біз коммунистік партияны мәңгілікке сақтауымыз керек деп, жаңа құдайсыз партиясын сақтау үшін осы вирусты тапқырлаған дейді, іздеп тапқан дейді. Яғни вирусты жұқтырған өз халқына өзінің қолымен. Міне бұл аяқ жағында оның төңірегіндегі көршілерге, адамзатқа зиян әкеп отыр. Жалпы қасиетті Құранда бір қиыншылықтар болады, апаттар болады, қиындықтар. Шүкірлік қылсаң, оның соңы жақсылықтар болады дейді. Тағы бір жақсылықтар болады, шүкірлік қылсаңдар, оның соңы да жақсылыққа ұласады дейді. Қасиетті Алла тағаланың ең тура кітабы, тура діні Құран Кәрімде. Сондықтан осы Қытайдың Шығыс Түркістан аймағындағы 13 ұлтты қазақ, ұйғыр, өзбек, тәжік, татар, қырғыз, моңғол, дүнген, осы қатарлы 13 ұлтты жойып бермек болған осының адамзатты жою, яғни аз ұлттарды жою операциясын жасады бұл. Әлемнің көзін тұмшалап, әлемнің көзін байлап қойып, сиқырменен, залымдығыменен, шайтани мінезіменен, шайтани әккілігіменен. Ал осының соңы міне коронавирус, еш ем болмайтын вирус ауруына әкелді. Бұл не? Бұл Қытайды Алла тағала өзі жойып беруі мүмкін. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы Шығыс Түркістан, мына Тұран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарында марқұм Ғанизат Асабаев деген бір дәрігер адам болды. Ол өзі мынау республикалық тәуелсіз демократиялық партияларда жұмыс жасады. Көзі ашық, өзі дәрігер, өзі тарихшы. Сол адам айтқан еді, түбінде осы дүниедегі барлық елдер өзінің тәуелсіздігін жариялады, Қытайда өз тәуелсіздігін жариялап бір қанша мемлекеттерге бөлінуі мүмкін. Сонда біздің ежелгі құмылдан бері келетқан шекараларымыз өзімізге қайтуы мүмкін. Ол кісі Қытайды әбден зерттеген, бәрін біледі. Ондағы руларды, ұлттарды, салт дәстүрін, барлық Қытайдың жағдайын зерттеген адам өзі, соған қызығады. Сонда мынау Құмылдың 8 аймағы өз алдына бір республика, ал Құмылдан бергерегі жер қазақтың өз республикасы болуы мүмкін. Мүмкін Қазақстанның бір бөлшегі, крайы болуы мүмкін деген сөзді айтқан еді. Сонда мен тұрып Қытайды қайтеміз, миллиардтан астам Қытай бар ғой, миллиард. Бұл қайтеді деген, сен басыңда ауыртпа, Қытайды Алла тағала өз орнына қояды деген. Мен соған таң қалғам, содан кейін мен ол кісіні ары қарай сөз таластырғам жоқ, ол кісінің пікірін құптадым. Құдай тағала кеңестер одағында өз орнына қойып таратып жіберді, бір-ақ күнде. Сіресіп тұрған. Сосын кеңестер одағы демекші, о да әлемді бір кезде өзінің ақшасымен жаулап алмақ болды. Дүниеге ақшаларын шашты. Ал Қытайдың ақшасы да міне дүниеге шашылды, ол ақша қайтпайды еш уақытта. Байтал тұғыл бас қайғы деген сияқты Қытай қазір әлемдегі қарыз емес, өзінің бас ауру өзіменен. Өзіне келетқан ажал оғынан құтыла алмай отыр.
Ажал оғының бір жебесі кетсе, екінші жебесі. Бір жебесінен құтыла бергенде ар жағынан 10 жебе, 100 жебе, мыңдаған жебелер Қытай Коммунистік партиясының кеудесіне қадалуда. Қытай Коммунистік шайтани партияның жалпы ішкі арамзалық сыры айдай әлемге әшкере болды. Енді әлем Қытайды көрсе микробты көргендей, Қытайды көрсе ажалды көргендей, Қытайды көрсе айықпайтын дерт вирусты көргендей болады. Ал сол Қытаймен тұрмыс құрып кеткен қазақтың небір қыздары, Қазақстанда қыздар көп, айтуларға қарағанда 20 мың қыз Қытайға шықты деген бар. Солардың тағдыры не болады? Олардың Қазақстандағы төркінінің тағдыры не болады? Мүмкін олардың төркіні шіріген жұмыртқа деп о қыздар таныса жақсы болар еді. Тани ала ма? Іштен шыққан шұбар жылан деген сөзді бар. Сол іштен шыққан шұбар жыланға деп тағы қимай ма? Міне, бұның бар жағында тағы дінсіздік. Коммунистік 70 жылдық, ар жағы 300 жыл бар, 370 жылдық жүйенің тәсірінен қазақ халқы, Қазақстанда қазақтар, Қытайдағы қазақты енді айырылды діннен айырылды, тілінен айырылды. Сол себептен де өзінің ішінен шыққан, жарып шыққан қызын ер жеткізді, қанаттыққа қақтырмай, тұмсықтыққа шоқтырмай, алақанға салып жеткізді, оқытты. Бірақ солар Қытайды қолынан ұстап кете берді. Міне ол өзінің қызының қандай адаммен тұрмысқа шығу керек, қалай екенін Қытайға шықса бола ма болмай ма, оны да ойлаған жоқ. Сол Қытайлардың біреуінің де өзінің қызын алған мұсылман дінін қабылдатылған жоқ. Ол мұсылман дінін қабылдамайды. Ал оны мұсылман дінін қабылдап, сен менің қызымды алсаң мұсылман дінін қабылда, ла иляха иллалла Мұхаммад расулулла деген кәлима шахадатқа тіліңді келтір деп айтуға, оның ата-анасының бойында ондай имани дүние жоқ. Күндіз Құдай беріп Құран оқытып, кешке жақын арақ ішіп, аяқ жағын бешерге айландырып берген, кешке шайтани кешке айландырған адамдардан не күтуге болады? Міне, ол дінді білмеген, дін біздің тірегіміз. Діннен айырылған адам, тілінен айырылған адам бәрінен де айырылады. Сондықтан біз өткенше өкін, өткенше бекін деді. Біздің қыздарымыз Қытайға да, негрге де қайда кетпеді. Кешеде айттық, Қазақстанның шикізаты құсаған қыздар барлық елге кетті. Жетім балаларымыз бел асып кетті. Ол балалардың жағдайы не біледі? Дүниеде бірде қанша қалаған елдерге кетті, Америка Құрама Штаты бастаған Еуропадағы. Одар ертең бізге Қазақстанға кім болып оралады? Оны бір Құдайдың өзі біледі. Бізде кеудемізді жарып кететін өкінішті өксіктер көп. Енді Алла қайырын берсін. Қазақта бір сөз бар. Ақырын берсін деген. Ақыры қайырлы болсын. Бірақ адамзатқа келетқан Қытай ажалынан құтылу керек. Бір кезде Алматы қаласының әкімі болып тұрғанда Иманғали Тасмағамбетов Қытайлар тазалаған еді айдың күннің аманында. Ал бүгінгі Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев мырзаның қолынан ол жұмыс келе ме? Онда мұндай біліктілік бар ма? Онда намыс бар ма? Ұлттық сезім бар ма? Тек Сағынтаев қана мырза емес, басқа әкім қаралардың қолында осындай дүние бар ма жоқ па? Өздерінің отбасы бала шағасынан, ошақ басынан аса алмайтын ғана жағдайда ма? О жағы бізге беймәлім. Егер Тасмағамбетов құсаған, Иманғали Тасмағамбетов құсаған, тасқындаған, құлажал тасқындай, ашуланса маңайын арнасын бұзатындай үлкен намыстық жігер болғанда, біздің халық бұндай болмас еді. Өкінішке орай ондай әкімдер өте аз. Жоқ деп айта алмаймыз, халық қой бар шығар. Бірақ осы орайда біз Қазақстанда мына Қытай вирусын емес, сол Қытай вирусын тудыратын, адамзатқа ажал әкеп отырған әккі залым, әлемді жаулап, әлемге қожайын болым деп отырған Қытайларды бір тазалап алуымыз керек еді қазақ елден. Қазақ мемлекетінің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, премьер-министр
Асқар Мәмин мырза, парламенттің жоғарғы төменгі палатасындағы мырзалар мен ханымдар, Қазақстанның барлық әр саласындағы әкім қаралар, шенеуніктер, қазақтың зиялы қауымы, ақын жазушылар, ұлтжанды азаматтары, күрескер қазақ азаматтары, қазақ елінен басқан жері, басқан ізі күкіртпен тотияйын, басқан ізі микроб, басқан ізінде арамдықтың шөбі көктейтін залым әккі Қытайды тазаламай, біз ел бола алмаймыз. Ел болам десең бесігің дүзе деген сияқты, ел болам десең қазірдан бастап кеш емес қара Қытайды тазала еліңнен. Сонда ғана ел бола аласың. Ел болу, келешек ұрпақтың алдында бетіміздің жарық болуы, сізбен біздің төл парызымыз. Осы парызды орындап кетсек, өлсек көзіміз ашық кетпейді ағайын. Тұран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарынан Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Бүгін Наурыздың 1-ші жұлдызы. 2020 жыл. Менің байланыс телефоным 8702 319 04 61.